Құрметті ата-аналар, қазір балаларыңызда енді тапсыратын уақыт жақындады, мамандық таңдау деген сияқты. Осы кейбір кезде ата-аналар өзінің баяғы бала кезде орындай алмай қалған арман мақсаттарын балаларына қыстырып, балаларына таңдатып жатады. Сен осы оқуға түс, осы керемет деген сияқты. Бірақ осы жерде сіздерге психолог ретінде айтатыным, бала өзінің қалаған мамандығына оқуға түсу керек. Өйткені баланың уақыты босқа кетеді. Ол 5 жыл оқыған кезде ол мамандықты өзі қаламағаннан кейін сіздің қалауыңызды, сіздің арманыңызды орындау үшін амал жоқ барып, амал жоқ оқып бітіреді. Бірақ маған келіп жатқан клиенттердің жастары 40-та болса да, 30-да болса да айтатын өкініштері осы. Мен өзім қалаған мамандыққа түсе алмадым, әке-шешем қалағанын жасадым, әке-шешем айтқанын істедім, бірақ бұл маған ұнамайды, істегім келмейді деп жұмыстан шығып, не істерін білмей, ары қарай қандай мамандық таңдайтынын білмей, кім боларын білмей, миссиясын таппай жүрген клиенттер өте көп. Сондықтан дәл қазір таңдау кезі келіп тұрған кезде балаңыздан сұраңыз, балаңызбен сырласыңыз. Ол бала кезде нені жақсы нәрсе, қандай жақсы нәрсені жасады? Бала кезде неге оның қабілеті болды? Соны сіз ана ретінде есіңізде қалса, сол жағына баланы бағыттап, сол салада баланы дамыту керек. Сол кезде ол баланың өзінің миссиясы, өзінің мамандығы болып шығады. Өйткені өзімнен айтатын болсам, мен бала кезде мұғалім болуды армандайтынмын, мұғалімдерге қызығатынмын. Тақтаға жазу жазып, өзім елестетіп солай ойнайтынмын. Қазір Аллаға шүкір, психолог болып, ментор болып, курс жазып, сабақтарымды өткізіп, ұстаз ретінде шәкірттеріме білім беріп жатырмын. Сондықтан да бұны мен өзім 45-ке келіп тауып отырмын мысалға. Сондықтан еш уақытта кеш емес әрине, бірақ уақытты жоғалтып алады балаларыңыз. Сондықтан баланың қалауын, баланың арманын орындаңыз. Сіздермен болған Гүлзира ханым, психолог, психосоматолог, Астанадан.